отбасындағы әкенің рөлі ол тіпті бөлек. Әке қалай көшбасшы болу керек, әкені сыйлау ол расында да қоғамда ер азаматты сыйлау деген білдіреді, баяндайды, түсіндіреді. Сондықтан осындай дәрістер өте қажетті. Үйде көп уақыт жұмсап жатамыз. Сондықтан осындай тренингтер ары кетті бір күніңіздің жартысын жұмсап, немесе 4 сағатта осы жаққа бөліп, тамаша дүниелерді тыңдап білуге болады. Яғни тренингтің өте өзекті екенін, және ол тек қана бір ғана емес, өте зерттелген ауқымын көрсетеді. Себебі бұл дәл қазіргі сәтте әркімнің басында жүрген мәселе, проблема деп айтуға болады. Өте кең ауқымда, түсінікті, қазақы тәрбиемен алынған, біздің қазақ менталитетке келетін сол бізде бар мәселелер, ол Қазақстанда жазып кеттім осылай. Рахмет, Ахмет Егенбай, мырза, Құдай қаласа. Ендігі тренингіңіз болып өтсе, қалмаймын, обязательно келемін. Отбасы көшбасшысы болу үшін, ол отбасын жоспарлау, қарым-қатынас барлығы осы Ахмет тренингінде айтылды. Өте керемет, рахмет көп. Сондықтан алған әсер өте жақсы, ал түйген дүние өте көп деп айтуға болады.